Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатты дайындау үшін біз ең алдымен берілген көкөністерді 4 бұрыштылап турап аламыз. Яғни видеодағыдай етіп қиярымызды, қызанағымызды, тәтті бұрышымызды және саңырауқұлағымызды турап аламыз да сәбізімізді үккіштен өткізіп аласыздар. Кейін саңырауқұлағымызды турап алғаннан кейін арнайы ыдысқа салып, майсыз ештеңесіз табада жақсылап қуырып аласыздар. Сосын біраздан кейін қуырып алғаннан кейін үстіне соя соусын құйып кішкене 1-2 минутқа қоясыздар. Чеснокты да қойып салып, тағы да 1-2 минут бұқтырасыздар. Осы саңырауқұлағымызды жаңағы салаттың үстіне салып, тұзымызды кішкене салып, сұйық май құйып, жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып аласыздар. Осындай өте керемет, өте дәмді салат шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.